Жетестің кәрілік туралы айтқаны. Қара кісі руының Жағал деген бір азаматы, жасы 80-ге келіп қартайып отырған кіші жүз жақайым жетес бимен әңгіме үстінде: «Я, Жетеке, сіз 80-ге келдіңіз. Әрбір 10 жылды белеске қойғанда не нәрсеге теңер едіңіз?» деп сұрапты. Сонда жетес сәл ойланып: Қарағым-ай, мен 10 жасымда асық ойнадым, қызығына тоймадым. Қатар балалардың асығын ұтып қоймадым. 20-ға келдім, бойға жетіп бойладым, онда да балалықты қоймадым. 25-ке жеттім, жақсы іске сүйсіндім, жаман іске күйіндім. Барымды бойға киіндім, сұлу қыз келіншек болса, соған шүйілдім. 30-ға келдім, қызыл алтайы түлкі болдым, қыран бүркітке алдырмадым, құмай тазыға шалдырмадым, қатар құрбымның көңірін қалдырмадым. 40-қа жеттім, арғымақтай аңқылдадым, тау қырандай шаңқылдадым, ақ алмастай жарқылдадым, дариядай сарқылдадым. 50-ге келдім, биік бір қара төбенің басына шықтым, алды-артымды тегіс көрдім. Бірақ қай жағы алыс, қай жағы жақын екенін біле алмадым. 60-қа жеттім, 6 тарау жолға кездестім, қайсысына түсуді білмей дағдарысқа ұшырадым. 70-ке келдім, жеңілгенімді білдім, билікті бала-шағаға бердім, айтқанына көндім, жетегіне ердім. Тап осы күні 80-демін, алдым терең құз, артым биік жар. Сол жағым су, оң жағым от. Қалай қарай қозғалсам да, маған тірлік емес-ау, деп жауап